Айсәуле Бейсенғанның даусын кім танымайды? Қазақ арасынан сан жылдар саңқылдап баратқан қазақтың ұлттық өнерін насихаттап баратқан Айсәуле Бейсенған Нұр-Сұлтан қаласынан. Айсәулемен айтысатын сарыс өнерінің сарқыты жастардың дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мейірбек Сұлтанхан. Көргенде көрерменді үр жардағы көңілдің осы емес пе бір жарғаны құшақ жайып қарсы алсаң біз болайық бұл айтыстың сарамен бір жандары бақытты ғұмыр тапқан барқыт белден шаттықтан тұрған елсің шалқып кеудең шығыста ел аман ба шын құрметтеп айтысты бар өнерден артық көрген жайқалған жағасына ала көлдің нартайдың наз дәуенін сала келдім Төлегетай бабамыз жатқан жердің төріңе ақ сәлемін ала келдім дөп басқан сезім күйдің перделерін секенді түлеткен ел сендер едің күрең күзге қош айтқан Гүлнар апам күрсінсем әніңді естіп емделемін дәулеттей батырың бар елім деген шалқар балаң шайқастан шегінбеген боз жусаны бойына қуат беріп боз кілемде ұлдарың жеңілмеген шығарған жігерімен атын өрге айқаста асқақтайтын аты демде тауынан тау тұлғалы ерлері көп бас идім үржардағы батыр елге ай сезімі бір минутта үш құбылар середім басылмаған ішкі құмар жаныма Айсәуледей ағым кепті тілінің түйреп алар істігі бар қыздармен байқап айқасайын қып-қызыл алманың да қышқылы бар бұл Айсәуле өзімнің апам еді мен іздеген жан емес мысқылы бар екеумізде Найманның баласымыз түнеріп жауға түрін сұсты қылар қаптағайлап қалың ел демеп отыр 30 тістің барында ысқыры бар қос Найман сахнаға қатары шықса қошеметін халықта күшті қылар қытайда туған қыздың біреу едің қазақ дейтін қамқоршы ұстыны бар қаншалысқа қанатын қаққанымен ұмытпай ұясына құс бұрылар Шымкентке оқуға кеп деп таңғалдым көрмей тұғын жерме деп қысты бұлар Жекичанның жерлесі болғаныңмен бойыңда жетісайдың ыстығы бар сенің осал болуға хақыңда жоқ оқушыдай сабақта үштігі бар себебі текті жұрттың қыз едің ғой батырларға ұқсаған ұсқыны бар Найманның ұлы түгілі қызында да найзағайдай намыстың ұшқыны бар ай қиқулап қолдағасын қалың нөпір көрдім ғой бауырыңды бағымды отыр өскенде мен ғарышкер болам деген өлең еді балалық шағымды оқыр армандаған ғарышкер болмасам да айтысқа болып жүрмін дарынды өкіл Мейірбек міне бүгін Үржар дейтін ғарыштанда ғанибет ауылды отыр айдындар ай бетінде кезікпеген жолдардың көріп келдік бәрін қотыр ғарышкерлер түсетін көлді көрдік болған соң Зейнолладай ғалым көпір енді менің ешқандай арманым жоқ қиқулап қарсы алдым да қауымды отыр айға барып олжалы болмасам да қасымда Айсәуледей ханымды отыр ғарыштан жарқырайтын
сәулесі күлімдеп күн жарықта жанымда отыр ай шықпаймыз ел алдына ол еріккеннен сақтасын көрерменді зеріккеннен 7-8 жыл бұрын бұлай сәуле ақын қыз еді айтысқа көрік берген шықпыртып жігіттерді шабаушы едің шыққандай қыз қууға бөріктерімен сенен қашқан ақындар аттарының сауыры көрінбеуші көбіктерден содан соң сахнада жоқ боп кеттің не жағдай арамызды бөліп делден ай сәуле ақын қайда кетті екен деп сұрауға шақ қалдық қой көріп келден сөйтсек бұл күйеуінің бабын жасап ерінің айтқанына ерік берген жездеміз үйге қамап қойғанына апамда момын екен көніп келген енді ғана рұқсат беріпті ғой танып деп талантыңды көміп келген айтпақшы карантинді күшейтеді деп билік отыр бұйрықты беріп төрден былтырғыдай тастайды ау үйге қамап көшеде де жүргізбей көліктерімен бірақ та бұл жаңалық ай сәулеге қауіп емес төтеннен төніп келген ал енді апамызға сөз берейін үйдегі локдаунды жеңіп келген кеседей келіншек боп кеткен жерде томпиып тостағандай толып келген 7 жылда зорға деп оң жеңілдеген жездемнің карантинін көріп келген Сөзімді
Dağlarda aldap şenge algansın alsın. Kempirin gelip kenettin tövbeye seni түсіріп. Ұржардың құйын сезіммен ақ етпесін ұшырып. Үржардың жел шығып кетпесін деп мен үшін әпкем уайым жел емес пе? Дәл бұлай қорқытпай-ақ қоймадың ба, түспеді туған жерім неден еске? Онсыз да мен келген жақ Қызылорда 12 ай тоқтамайтын жел емес пе? Шыңына Ақшәулінің ұшып шықсам шыққандай боп қайтармын Эверестке. Бұл Үржар Бозгілемнің чемпионы Иманбек Әсеттің ел емес пе? Азияны мойындатқан сол батырдың салмағы 55-ақ келемес пе? Қалбақ шалдай тұрқымен белдескенін қаңбақтай ұшырған ер емес пе? Бүгін мені тәубеме түсіретін айтпақшы кәрі кемпір сен емес пе? Неге бірден кемпірге кетіп қалдың, суреттеп, сұлу деп суреттемен тегерекші. Жарайды оған бола қам жебеңіз, төркінің бүгін саған төр емес пе? Суы сүттей батпағы балдай жаққан алакөл ағзаңызға ем емес пе? Кемпір боп келгенді де қыздан бетер жасартып жіберетін жер емес пе? Шақырса алакөлдің аймақ елеп, ақындар мұнда келмей қайда келеді? Сен айтқан ертегі де 3-1 дейді. Үйіне қаңбақ шалдың тойға шайға келеді. Қутыңдаған қу түлкі ақырында солардан түбі соры қайнап өледі. 3 дәуір ақш, орыс, Қытай еді, сүрінсең сүйегіңді сайға көмеді. Жоғымына жоқ болмай тартқанасың, шандыретін қалғанша шайна бәлек. Жердің ішек қарынын шығарғандай, жер асты байлығыңды пайда көреді. Түлкідей сумаңдаған түрлі секта жастарды азғындыққа айда бәлек. Олармен күресетін шамағайда айталмаймыз әрмен жүр әй бала деп. 3 дәуірді қу түлкіге алдап соққан қазаққа қаңбақ шалдай айла керек ай. Айсәуле апам айтты бір ертегі. Бұл күні айтпай жатыр кім ертегі. Онсыз да ертегілер елі болдық, дәл мұндай әңгімеге кім елтеді. Ел алдында шығады есеп беріп, әкімдер ойдан құрап мың ертегі. Хабардан жаңалықты қосып қалсаң, халықтың тыңдайтыны нұр ертегі. Әр қазақтың айлығы 500 мың деп, шетелге кеуделерін шірентеді. Ауылда жол теп-тегіс интернет бар, жасайды шалғайлардан гүл өлкені. Жемқорлықтың жойдық деп түп тамырын, жебірді тығырыққа тірелтеді. Карантинде бөлінген дәрілердің барлығын ауыл жаққа жібертеді. Бұрынғы ертегіде шындық болған, бүгінгіде шындық жоқ құр ертегі. Ел болам десең билік есіңді жи, жақсылыққа апармас бұл ертегі. Ертеңін ойламаған халық қана, ертегі ойлап тауып күнелтеді ай. Ол таусоғарлар келінді ұрлауынай, жел аяқтар шетелге зырлауынай. Шық бермес шығайбайлар байып алып, ел десе екі көзін жұмғанынай. Министр депутаттар тас жабалап, өкіртіп өтірікті жырлауынай. Базардағы бағамыз ер төстіктей сағат санап өскенде жылдамынай. Ертегінің бәрі бар біздің елде, кейіпкерін өзгерткен жылдағыдай. Тек біреуі табылмай тұрғаннан соң саясатта сағымыз сынғанынай. Ұрыларды ұстап жазалайтын, ұртоқпақтың жетіспей тұрғанынай.
айдан жылдам. Қарындасы дедім деп Джеки Чанның сол болды сахнада айлан құрған. Айсәуледей апамда мықты екен ғой, қысық көзді қазаққа айналдырған. Жеңілуді білмейтін Джеки Чанды жеме-жемге келгенде найман қылғандай. Ол сөйлесем тарихтағы бар дәлелден. Асқақ кім бар қазақтай заңғар елден. Тарбағатай, Іле Алтай, Алатауда тарихым бар басылған таңба мөрмен. Шекараның қақ кеткен ар жағында шерім бар шертілетін зарлы әуеннен. Үш аймақты көтерген батыр Оспан шайқасқанда дұшпанын шаңға көмген. Таңжарық пен Ақыптың жазған жыры жұлдыздай жарық еді таңда көрген. Қабдешті арқалап ап елге жеткен айналдым Қажытайдай саңлар ерден. Зейінді ұрпақ қалды археолог Зейнолладай тарихшы ардагерден. Қажы Құмар болса екен соңғы қазақ атажұртқа жете алмай арман өлген. Бұл күні көзден аққан жасты көрем бабамның кіндік қаны тамған елден. Қытайдың билігінен қысым көріп қандастарым бөлініп қалды әлемнен. Сол Қытай жеріме көз алартуда айдаһардай жан-жағын жалмап өлген. Қорған алмай қор болып тұрмын бүгін, бізден қорқып қорғанын салған елден. Инвестор боп иелік етсем дейді, игіліктің бәріне Алла берген. 50 жылда ел жаңа болғанымен жер жаңа болмайды ғой жалға берген. Қызылы бетіндегі қалады ма қызын қайтып келгенмен малға берген. Шығыстағы батыр ел сен аман бол, бас иіп қара түгіл ханда келген. Сес көрсетіп тұратын сендер барда жарты қарыс жерім жоқ жауға берген. Жаратқаннан тілерім жалбарынып, қас дұшпанның сүйегін қанға көмген. Қайсарлық пен ерлікті ала көрме, Қабанбайдың соңында қалған елден Ол таулары қалың тұман қарымызға бай, жағасы жасыл желек жалғызға бай. Армансыз демалсын деп ақындарды арнайы Алакөлге алғызған ай. Алдымнан Айсәуледей әпкем шығып, Найманның деп отырмын нарғыздар ай. Жезде деп 70-де еркелейтін Ермановтың бақытты балғыздар ай. Менің жездем келуге жарамапты, сол менің көңілімді сәл бұзған ай. Әйелім балғызына айдап салып, әлекке сахнада салғызған ай. Өзіңді сұрап алған мен едім деп әпкеміз тілінен бал тамғызған ай. Хазіреттей бар еді керейлерің, қош иісің мұрныңды жарғызған ай. Жеңгеде болар саған қырындайды, пышақ тисе жарылмас қарымыз қалай. Мұхтар менен Мараттың өзіңе айтар, құрдастық қалжыңынан қаңғызған ай. Менімен шыққандығың дұрыс бопты, болмаса болушы еді хәліңіз қалай. Ерін ертіп жүрмесе әйел деген, ерін тисе ерейтін балмыздағай. Ертемде қызық екен түсінбедім, ғашық от сөнеме жан мұздамай. Ала көзді еркектер қаптап жүрген, Алакөлге жіберген жалғыз қалай ай. Мақтанған қызылордадай қала менен, ақылды кемпір аппақ келіншегің, тәртіпке сені лезде сала берен. Айсәуле сақынаның айсәулесі, сырласқан дала менен, дара менен. Өртімен 18-дің өртегенде, құлпырған қызға алдап лала берен.
бола берем. Сөздерін тыңдап баланың бір терең ойға қаламын. Жалғыз неге жүрсің деп жұлқылай берме қарағым. Сенейін менің өзенім, қызымын барқыт даланың, сүйегі жатыр осында жеті
sözge sakşı emes be? Kempirin былтыр алған жас келін деп айтқаныңды болмайды рас демеске. Келініңді сағынып отыр едім, көңілді су сепкендей басты емес пе? Былтыр түскен жас келін кемпірі болса, сіздің шындық одан да аш емес пе? Жанымдағы отырған ай сәулелер жалмауыз кемпірменен жас емес пе? Картон жеген түйедей тырайдым деп ағапам абыройды шашты емес пе? Қабырғамыз санауға келіп тұрса, қарнымыз қамсыздықтан ашты емес пе? Азық-түлік қымбаттап шөп таусылып, өркештенмай бойдан ет қашты емес пе? Түге болсам түкте жоқ шошитындай, жүрген жерім ауырдың асты емес пе? Түйені түгіменен жұтқандардан, түк жемеген түйелер жақсы емес пе? Мейірбектей жұп болдың мерейліге, келген жер үржар осы семей міне. Жұрт алдында сөз қылып келген жұтты, кекеткеннен кереген кеңейді бе? Қуаңшылық келгесін өліп жатыр төрт түлік төрт аяғы серейді де. Оратын шөп табылса орасын ғой, бізді әпкем ақымаққа теңейді ме? Адам көрген нәрсені малда көреді, ол жайды бұлай сәуле елейді ме? Орып шауып несіне әуре болам, өсіп тұрса өздері ақ жемейді ме? Айтысқа деп жүргесін мен өкілмін, бөрідей жолдан азық теретінмін. Түтіні жоқ ауыл ғой Кеңсай деген, түрлі ойға барған сайын енетінмін. Есенғали Ескендір Шөмішбайдың бейітін көрген кезде көп өкіндім. Алып ұшып кеп тұрсам Алакөлге, ішімнен елдің қамын жеп отырмын. 1 миллион теңге емес бас жүлдеге бір вагон шөп берсе деп кеп отырмын. Ол болмаса басқаша қам қыламын. Тек күшіне сенемін, неге тілдің? Бақыт белдің баудайын көрген кезде көптігін байқап едім көк отынның. Тәттісін тауып берем деп еді ғой, Тәттімбектей ағама сенетінмін. Таудың таза шөптерін біздің жақтың жылқысына жақынау беретінмін. Ақыры 3 күн бойы осындамын, ол ісіме кіріспей неге тұрмын? Шалдың ұлы болған соң ауылдағы шалбырақты досымдай көретінмін. Жаназығын өлеңмен беріп болып, малазығын қамдауға бек отырмын. Шабыттанып айтысты бітірген соң, шабындыққа түсейін деп отырмын. Ол көрмесін малдан келген жұт енді кел, бай көбейсін ет сатып сүт өндірер. Тақырыпқа шамалы тоқталайық, қадамы қам өлеңге құт елдірер. Жүрсін аға жетпісім құтты болсын, жүзде де алдыңыздан күтер бұл ел. Көп мақтасам көзіңнен жас шығарып, ковид құсап мұрныңды бітеп жүрер. Өнерді өрге сүйреу қиын жұмыс, біз емес ол жайлы тек жүкең білер. Бір гүлді күтіп баптап өсіргенше, 100 рет саусағыңа тікеңдірер. Ол ердің даңқы ерліксіз зор болмайды, арамның жолын аллау оңғармайды. Қошеметтеп қалың ел қолдау бұтса, тоғыз шапан жапсаң да тон болмайды. Зейнолла сәнік қоры аман болса, ақындар Алакөлде қор болмайды. Бұл жерге демалуға келетұғын жолаушылар шегеді жолдан қайғы. Өскемен Алматыдан жолға шыққан шопырлар қотыр жолда қорбаңдайды. Бір ғана туризммен дамып жатқан елдер бар тұғырына қонған жайлы. Магниттей өзіне тартады олар, қалтасы қаражатқа толған байды. Семейді облыс атын әпперсе деп ағайын әлі күнге армандайды. Бюджеттен бөлген ақша жетпей қалады, шөміштен ішпегесін шөл қанбайды. Біздің елде бәрі бар сұлулықтың, тек соның көзін тауып қолданбайды. Сервисін Алакөлдің
жетілдірсе, Семейде Өскеменге қол жаймайды. Шабыт дейтін мінгенде қара керге, шалдықпай ел алдында шаба көрге. Шетелдік туристерді тартатұғын, сұлулық жатырғанша дала белде. Тақтайдайғы тегіс жол салып берсе, атағың талаушы еді тәмәм елге. 4 сағат ұшасың Турцияға, 15 сағат келесің Алакөлге. Вертолетпен жүретін шенділер ай, кішкене қараңдаршы қара жерге. Әкімдер ендір жардың әуежайын жаз келгенде ремонтқа жаба көрме. Ең бастысы елге ауыр тиетіндей көтеріліп кетпесін баға делде. Стамбул мен Дубайға баратындар ыстық күнде келсе екен саған емге. Шын жүректен тілейтін тілегім сол, шығыстағы ақпейіл адал елге. Айбыныңды асырып Алакөлім, байлығыңды паш етсін бар әлемге. Айеке келген жерің шығыс екен, шығыста қалың найман туыс екен. Қазақ радиосы дейтін қара шаңырақ Айсәуле әпкеміздің жұмысы екен. Жүргізген хабарларын тыңдап едім, даусы әсем, күлкісі күміс екен. Домбыра ұстағанда долданған мен микрофонның алдында тыныш екен. Ал енді жарты сағат айтысы бен айтысы емес ұрыс екен. Бұдан бұлай есімде болсын деймін, бұлай қатар отырған бұрыс екен. Апамның ашуланған түрін көрмен, радиодан тыңдай берген дұрыс екен. Өсер адам өсекпен арыз дойлар, өсер адам өтейтін парыз дойлар. Тілегімді мен айтып қоштасайын, тілімнен болмас бүгін тамызбай бал. Пісте мұрның ерекше көз тартады, айтатын адамдайғы маңызды ойлар. Керейлердің кеңейтіп керегесін, келіншті келіншек бол парыз ойлар. Мұратына жеткізіп бір әулетті, мұрын ала секілді аңызға айналар. Қаламынан жұртынға
Сабырадай айтқандай әр қазақ менің жалғызым. Әр қасың маған тақ екен, әр жолың маған хақ екен. Бабадан қалған бақ мекен, тәтті екен, шіркін тәтті екен. Ар жағынан Алтайдың сағынып жүрген анамның көңілі бүгін шат екен. Сағынып жүрген әкеме сәлеміңді ап келем. Бабадан қалған бақ мекен, тәтті екен, шіркін тәтті екен. Көркейе бер гүлденіп айналайын ақ мекен. Айналып келгенше, қайрылып сәлем бергенше, аман есен болайық, қош бол елім көргенше. Аллаға шүкір шаруамды ептеп алдым. Еңбекке жаны құмар епті адамның. 7000 гектар жерді бердім дейсің, бұйырса шабындықты бетке алармын. Bir тойым осы жерде өтеді-ау дейм, жолымен жанындағы текті адамның. 7000 гектар орып бітіргенше, жүгем құсап 70-ке кеп қалармын. Ол берілдің жаныңызда көп сабырға, тозатын кезі болар 90-ында. Тіләз жайлы әртүрлі әзілдер көп. Оны айтсам ел алдында оқсадым ба? Көп әйел қорқады дейді, күйеулері көзіме кетеме деп шөп салынба. Жігіттер енді жігіттерге айтарым, уайымдама. Жүрмейді ондай қалжың бопсамында, алаңдатпай ешкімді асарлауға ала көлге келіңдер, шөп шабуға. Осы болып тұрай сәуле бір ақыным. Сыйласып тарқа салымыз түбі ақырым. Ата-анаңыз күн тусын ата жұртқа тезірек аттың басын бұратуын. Ол өзіңе бұлай тұста құрмет қылдым. Әнің болып ілтипат қылатуын. Ал ендеше тұрайын орнымыздан шапалағындайын ба ұратуын. Сізден бүгін дәлелдеп кетіңізші сыйластықтың салтанат құратынын. Жолы болар жігіттің жеңгесі емес, алдынан апасы да шығатынын. Мейірбек Сұлтанған шиелі Қызылорда қандай өнер көрсетті? 9, 10. Алым. 10, 3, 9, 4, 10. Айсәуле Бейсенған. 9, 10, 1, 2, 8, 1, 9. Республикалық ақындар айтысының қорытындысын жариялап марапаттау үшін көрнекті ақын Жүрсін Ерман ағамызды және қазылар алқасын сахна төріне шақырамыз. Сонымен айтыс мәресіне жетті. Біздің ортақ пікіріміз бойынша бір ербаулық болған айтыс болған жоқ. Ақындар шын мәнісінде айтыс жасады, шарпысты, уәждесті, көркем өлеңдер айтты. Айтысты қорытындылау үшін қазылар алқасының төрағасы, Қазақстан жазушылар төрағасының төрағасы Ұлықбек мырзаға сөз беремін. Бүгін бір Үржан өлеңінде мәдени серпіліс күні болды деп айтар едік. Өнердің өрленген күні болды. Анау Зейнолла Сәнік ағамыздың атында үлкен көше ашылып, болашақ дейтін бау баққа басты. Соған ауыл тұрғындары куә болды. Барлықтарымыз қуана ашып осында Зейнеп Ахметова апай бар, Шәмшіғамар апай бар, басқа да үлкен азаматтар өзіміздің жүрсін бастап, жаңағы лентасын қиып, көшенің тұрғындарына ақ тілектерімізді арнадық. Ал енді мынау айтыс, мынадай қиын заманда өткізіліп жатқанның өзі бір жағынан үлкен ерлік.
және бұл жай айтыс емес, Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына және қазақ мәдениетінің үлкен қайраткері, айтыс өнерінің күрескері, біздің мәдениет өнердің, әдебиеттің аса көрнекті тұлғасы біздің Жүрсін Молдашұлы Ермановтың 70 жасқа толуына арналып отыр. Бұл айтысқа кеңшілік заман болса, Қазақстанның барлық облысында өткізіп, барлық астаналарында өткізіп, барлық өңіріндегі ақындарды жинап дүбірлететіндей айтыс жасауға болар еді. Өйткені Жүрсіннің жүйріктері барлық өңірде бар екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Мынау 10 ақынның қатынасқан шағын айтысының өзінен де сөздің өрнегі төгіліп, кестесі көрініп тұрды, байқаған шығарсыздар. Ал енді оны осындағы біздің мына сайдың тасындай іріктелген қазылар алқасы бағасын беріп, шын жүйріктерді орнын белгілеп анықтады. Сондықтан ал енді осы жерде бір айта кететін шаруа, осы ауданның өзі бір берекелі аудан. Қашанда мына өзі кейбір аудандар әкімге жармай жатыр. Осы ауданның әкімдері де қашанда іскер болып келеді. Ел жұртқа жаны ашитын болып келеді. Және бірінің бастаған ісін екіншісі жерге таптап, аяқ асты қылмай оны жалғап жатыр. Сондай міне қалың ойлап жүрген әкім екенін бағана байқаған шығарсыздар. Бәрі бюрократияға ештеңеге салынбай кәдімгідей шығып, мынадай ел мен өнер адамдардың қауышқан жерінде келіп өзінің сөзін сөйлеп, жаңағы сый-сияпатын көрсетіп жатқанның өзі де дұрыс деп есептейміз. Және бұл әкім не білдіріп жатыр десе, осы тұрғын үй салумен, жұртты пәтермен, үймен қамтамасыз етумен айналысып жүр екен. Мен сонысына қуандым. Ол да өте керекті дүние ғой, баспана деген ауданның тұрғындарына. Ал енді оның алдындағы әкім мысалы Алакөлдің жағалауын салып беріп, қаншама елдің демалуына қолайлы жағдай жасады, оны білесіздер. Сондықтан осы жаңа әкімдеріңіз бір жарым жыл болды келгеніне. Нұржан Тілеужанұлы Тоқсейітовке де осы біздің осындағы өнер адамдарының атынан ризашылық білдіріп алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Ал енді жүкі енді айтыстың атасы деп Жамбылтай деуші еді. Одан кейін атасы өзіңсің. Сондықтан сенді Жамбылдан асырып жаса. Жүзден асып шығып. Сондықтан мынау айтыстың арбағы өзіңді қолдай берсін. Рахмет Олқып әйнай. Онда айтыстың қайда жерлерін тарата бастайық. Оны ақынның төртеуіне шабыттан қанаттандыру сыйлығы тапсырылайын деп тұр. Оны тапсыратын Қазыларқасының жүзі Бақжапаров және мынау осы айтыстың ұйымдастырушысы қанаттың досы Ержан Қожанқұлов мырза. Хазірет Бердіхан. Ерлан Аманқожа. Бақжапаров тапсырады. Дәл осындай қанаттандыру сыйлығымен және ақшалай сыйлығымен Марат Ахметов марапатталды. Дәл осындай сыйлық айтыскер ақын қарындасымыз Айсәуле Бейсенхан. Şu oldu. Onun bireyin Serizat Dişan Gazeti tapsırады.
айтыстың 3-ші орын жүлдесімен Ерлан Дәулет марапатталады. Ерлан құтты болсын біздің тамаша айтыскер ақын. Енді біреуін Ринат Зайытов тапсырады. Сен осында 3-ші орынның жүлдесін. 3-ші орын иегері Мейірбек Сұлтанхан. Сен осында 3-ші орынның тағырауын Ағиыр Ақын Ақбірін Елгезек тапсырады. Осында диплом 3-ші орын алған Нұрлан Есекулов марапатталды. Olsun Nurlan. Önlerim oldu, güzel olsun. Sen öskül etsin açısından açsın. Allah razı buradan da cevapçılara dalasın. İmayın sıkıntı olsun o öyle. 2-ci orunun cüldesini kalıp Kalibek onu tavsiye etti. Серік Қуанған. Serip Doğan'dan kanday dönüş ayıtsınsa ondan ayıtsı olmayı bilmez. Kutlu olsun Serip. Yine Kuantlar yan oyunlar. 1-ci orunun cüldesini Segen Tosbek tavsiyede. Бірінші орын Қанат Мұрзаханов. Anlatınау індеткердің өткен айтыстардың бәрінің бас жүлдесінен бастап қоймай алып біледі дейді. Нағыз бабында жүр. Қанатты айтыр. Қанатты финалға шығарамыз деп бұл кісілер. Онда 2-ші орынға түсіп жүрер осы 1-ші орын болады. Арқан бердік алдына. Құтты болсын әйді. Қанаттың бәйгесі 60 мың болу керек. Бас жүлдені Қазанғаздың төрағасы ұлттық естігіліктің өзі тапсырады. Диплом бас жүлде Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жыл. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін Ерманның 70 жас мерейтойына арналған республикалық ақындар айтысында ерекше өнер көрсеткені үшін Мұхтар Ниязов марапатталады. Үрімжар ауданының әкімі Тоқсейітов Зейнолла сәнік атты мәдениет тобының атқарушы директор ақын Серік Қалиев. Құтты болсын. Бас жүлденің көлемі 1 миллион теңгесінде. Ал енді сөзді сөздерді айтысқа келген азғандай көрермен сіздерге рахмет. Жақсы айтысты қолдап бас білдіріп отырсыңыздар. Дерттен аман болыңыздар. Іштеріңізге аттасыңызға машын салып күтеміз. Жақсы күндерде толықсып тұрайық. Алла көл жерінде толыққанша сау саламат болыңыздар.